Ақырзаман қашан болады? Судағы балық қарағай басын қалай шалмақ? Демек, бабамыз осы екі-ақ ауыз сөзбен дүниенің астан-кестеңін шығаратын аласапыранның туатынын меңзеп отыр ғой. Әрине, ақырзаманның қашан болатыны бір Аллаға ғана аян. Бірақ кейінгі кездері осы ақырзаман туралы ақпарат тарату еріккеннің ермегіне айналғандай. Олар жұртқа үрей таратып, содан ләззат алатындай. Әсіресе 2012 жылдың 21 желтоқсанындағы ақырзаман ешкімнің есінен шыға қоймас. Алайда бүгінгі жағдайды бажайлап, ғаламшардың экологиялық жағдайына талдау жасау артықтық етпес. Тіршіліктің су, ауа, топырақ және от деп аталатын негізгі 4 элементтен тұратынын 4 жасар бала да біледі. Сондықтан қандай қатерді болсын біз осылардан күтеміз. Біріншісі топан су. Қазақ әдебиетінің классигі жазушы Ғабит Мүсіреповтің күнделіктерінде мынадай жолдар бар екен. Ақырзаман бола ма? Болады. Бір кезде ауа атмосфера дегенді көмір қышқыл газы қазіргі нормадан анағұрлым асып, мұз теңіздерін ертіп жіберсе, адам баласына жалпы жан-жануар, өсімдіктерге екі түрлі қасіретті күн туады. Біріншісі жер бетін топан су басады, екіншісі оттегі ауадағы өз нормасынан орасан кеміп кеткен соң жан-жануарлар уланады. Сол кезде Нұхтың кемесінің де пайдасы болмай қалады. Мұхит суларының өзі көмір қышқыл газына лық толы болмақ. Осының белгілерін біз бүгінде көзбен көре бастадық. Ғалымдар жер шарының орташа температурасының ғасыр сайын 3 градусқа жылып, соның салдарынан солтүстік мұзды мұхиттың ери бастағанын анықтағалы да біршама жыл өтті. Табиғаттың кейінгі жылдардағы тосын мінезі тосылтып тастады. Оның себебін ғалымдар көлемі жағынан Антарктидадан кейінгі жасыл жер, Гренландия мұздықтарының да еріп, теңіздер деңгейінің көтерілуінен де тапқан. Алайда мұндай мәліметтер қарапайым халықтан қашанда құпия сақталады. Алайда ақиқатты көзіміз көріп отыр. Германияда, Қытайда, Үндістан, Непал, Бутан, Бангкок, Бангладеш, тағы басқа әлемнің әр нүктелерінде, тіпті өз елімізде де кенеттен орын алған су тасқынынан қаншама зардап шектік. Соның бәрі солтүстік мұзды мұхитының еруінен. Англиядағы рейдинг зерттеу тобының жетекшісі Джонатан Грессори бүкіл әлем үшін қорқынышты құбылыс теңіз деңгейінің 7 метрге дейін көтерілу мүмкіндігі. Оның алдын алу үшін атмосфераны көмір қышқыл газымен улауды тоқтату керек дейді. Ал ауа неден ластануда? Бір мезгілде әлемнің түкпір-түкпірімен байланыстыратын әрі теледидар, музыкалық орталықтың, әрі жұмыс құралының рөлін қатар атқаратын компьютерді ойлап таптық. Ал оның қандай жолмен жасалып жатқанын білсеңіз. 24 килограмм бір компьютерді жасауға 240 тонна химиялық заттар мен 1,5 тонна су жұмсалады екен. Ол біріншіден фабрикада жұмыс жасайтын адамдардың денсаулығына зиян келтіреді. Екіншіден ауыз суды ластайды. Содан соң дайын болған компьютердің өзі ауаны автокөліктерден гөрі көбірек ластайды екен. Бұл ауаның ластануына келтірілген бір ғана мысал. Бұған қаншама автокөліктерді, зауыт-фабрикаларды қосыңыз. Солтүстік мұзды мұхиты мен Гренландия мұздарының еруі осы жылдамдықпен жалғаса берер болса, онда 2050 жылға дейін 20%-ға кеміп, нәтижесінде тұманды Альбион елінде ауа райы күрт төмендемек. Оның салдары жер шарына оттегі өндіретін тропикалық ормандардың жойылуына апарып соғады. Мұздықтардың еруі бір жерлерге су тасқыны қаупін төндірсе, кейбір жерлерді ауыз су тапшылығына ұрындырмақ. Өткен жылдардағы орыс ормандарының өртенуінің өзі біраз жайды аңғартқандай. Бұл климаттық ауытқу салдарынан Африканың салқындай бастап, Сібірдің саршұнақ аязының жұмсаруының басы ғана. Қазірдің өзінде Сахарада көкшөп шығып жатыр. Көк шыққан жер көп ұзамай жап-жасыл баққа айналуы қиын емес. Бұл қасиетті Құранда айтылған ақырзаманның
белгілерінің бірі. Екінші, Токионы жер жұтады дейді. Дүние жүзіндегі дамыған елдердің ең біріншісі саналатын Жапонияның астанасы Токио көп ұзамай жер бетінен жойылады дегенге сенгің келмейтіндей. Бірақ оны біз ойдан шығарған жоқпыз. Сол елдің сейсмологиялық жағдайын зерттеп жүрген ғалымдар жер сілкінісі салдарынан алдағы 50 жыл ішінде Күншығыс елінің басқа қаласының жермен жексен болу қаупі барын осыдан бірнеше жылдар бұрын болжаған. Мұндай қасіретті Токио 1923 жылдың 1 қыркүйегінде бастан кешкен. Онда қаза тапқандар мен із-түссіз жоғалғандардың саны 130 мың болса, 570 мың отбасы баспанасыз босып қалған. Сол оқиғадан кейін жапондар өз үйлерін супер үлгіде 6 балдық жер сілкінісіне шыдайтындай етіп салған екен. Алайда, биылғы жылы наурыздың 11 күні жапон жұрты магнитудасы 8,9 балды құрайтын жер сілкінісін бастан кешірді. Аралдарды атамекен еткен халықтың қасіретіне теңізде тажал боп төніп, биіктігі 10 метрді құрайтын таудай толқындар көл болған көз жасы мен көбіршік қанды шайып кеткенін көзіміз көрді. Соған да қарамастан, самурай рухты халық отандарын тастап кеткен жоқ. Осы жағынан келгенде, олар да қазекеме ұқсайды екен, яғни 40 жыл қырғын болса да, ажалсыз өлмейді деген қағиданы ту еткендей. Үшіншісі, күн сөнеді. Ғалымдардың көбі дерлік жерге төнер қауіптің зорын аспан денелерінен күтеді. Неміс және британ зерттеушілері осыдан 200 жыл бұрын жерге алып метеориттің құлағанын айтады. Сол сәтте-ақ теңіздерден цунами көтеріліп, биіктігі 1 метрге жеткен толқынның қаншама тіршілікті жойғанын өзіңіз бағамдай беріңіз. Содан бергі кезеңдерде аспан денелері біздің ғаламшарымызға қанша мәрте қауіп төндірген. Бүгінде сондай астероидтардың саны 900-ге жуық көрінеді. Ол 900-дің біреу ғана абайсызда жерге соқтығысып құлар болса, ойлаудың өзі қорқынышты. Кәдімгі өзіміз әр түні көзбен көретін жұлдыздардың ағуы жиілеп кетсе де қорқу керек екен. Себебі олардың арасында ұсақ кометалар болады. Олар ауаның озон қабатын тесіп, мұздықтардың еруіне әсер етеді. Мұхиттарда тіршілік ететін майда денелер қырылса, онымен қатысты балықтар, одан құстар да зиян шегеді. Ең қызығы әрі қорқыныштысы күнге қатысты айтылған болжамдар. Голланд астрофизигі доктор Пирс ван дер Мер күн жарылғалы тұр деген тосынсый жайды айтуда. Күн ядросында қалыпты жағдайда температура 27 миллион градус болса, соңғы жылдары ол 49 миллионға көтеріліпті. Біз бүгінде солтүстік мұзды мұхитының еруін, ауаның ластануынан көреміз. Ал бұл ғалым ол проблеманы осы күн қызуының көтеріліп кетуінен көреді. Егер осы қарқынмен қыза берсе, күн көп ұзамай жарылатын көрінеді. Бұған қарама қайшы пікір айтатын ғалымдар да бар. Жер беті мәңгілік қараңғы қапаста қалмақ деген олардың пікіріне құлақ түрсек, соңғы 10 жылдықта жерге түсер күн сәулесі 10%-ға кеміп кетіпті. Мұны ғалымдар 90-шы жылдары байқағанмен құлақ асар жан таппаған. Тек 2001 жылы Израильдегі вулканология орталығының мамандары 1958-1992 жылдар арасындағы ғаламшарға түсер күн сәулесінің жылдан жылға 0,23%-дан 0,32% аралығында кеміп отырғанын айтқанда барып, бұл мәселеге мән беріле бастаған. Игі мұсылман қашанда иманына берік, оның құлақ асатыны тек Құран. Ол жерде ақырзаманның алдындағы үлкен және кіші белгілері анық жазылған. Оны білген адамның ешбір алып қашпа әңгімеге құлақ аспасы анық. Себебі ақыретке амал жасау әр мұсылман өмірінің мәні.